Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Алдияр Валиев, және біз бүгін Python курсымыздың 9-шы сабағына қош келдіңіздер достар. Бүгін біз dictionary, яғни сөздіктер жайлы сөйлесеміз. Кеттік достар. Жалпы алдыңғы сабақта білесіздер, біз тізімдер өттік. Тізімдер дегеніміз мынандай жазылады. Ал dictionary, мысалы сөздіктер, ол дәл сол тізімдер, тек бір-екеу ғана айырмашылығы бар. Яғни біріншіден ол мынандай түрде, мынандай жақшамен жазылады dictionary. Екіншіден, мысалы біз тізімде біз мысалы бірдеңені сандарды енгізсек, мысалы сан емес, қандай да бір мәндер салсақ, сіздер білесіздер, олар осындай. Білесіздер, олар қандай да бір немен индекспен салынады. 0-ші элемент, 1-ші элемент, 2-ші элемент. Көрдіңіздер ғой? Яғни бұлар қандай да бір индекспен қойылады. Ал dictionary'ді индекстің орнына кілттер, яғни ключи орысша кілттермен салынады. Мысалы біз бүйтіп қойсақ болады: name Алдияр деп, age 23 деп қойсақ, көрдіңіздер ме? Яғни бұл жерде мына индекстің орнына кілттер жауап береді. Яғни әрбір мына мәнге кілт жауап береді, өзінің бір кілті. Ол кілт пен мәннің арасында мынандай белгі тұрады. Қос нүкте деген. Бірақ қараңыздар достар, бұл кілттер, яғни мына name деп, міндетті түрде name болмауы мүмкін. Мәтін типті болуы мүмкін, мысалы мәтін типті, немесе сан түрде болуы мүмкін, бәрібір. Бұл кілт пен мән әртүрлі бола береді. Яғни мынау сан болса, мынау мәтін болса да бәрібір. Немесе мынау да сан болса да бола береді. Көрдіңіздер ме? Бәрібір. Тек мынандай нәрсе. Бірақ мына кілттер қайталанбау керек. Мысалы былай жазуға болмайды. 2 рет 2 жазуға болмайды. Көрдіңіздер ме? Астына сызып тұр, яғни айтып тұр, что екеуі бірдей болып тұр деп. Ондай жасауға болмайды. Сондықтан кеттік достар. Және достар, сіздер ойлап отқан шығарсыздар, бұның бәрі не үшін керек, бізге келешекте не үшін қажет деп, оны қолданамыз, қай жерге қолданамыз деп. Мысал үшін бір мысал келтірейік, өзім сонымен кездескем кезінде. Сіз сайт жасап жатырсыз, білесіздер ғой, Instagram, мысалы ВКонтактеде алайық, ВКонтакте деген білесіздер, ВК. Сол ВКонтактеде, мысалы сіз қандай да бір адамға басасыз ғой, мысалы адамды басасыз, сол басқан кезде сіздер адамның ақпараты шығады, яғни суреті, аты жөні, жасы, қай жерде тұрады, сондай қандай группаларға жазылған деген сияқты. Осының бәрі dictionary болып тұр. Яғни сіздерге бір мысал көрсетейін. Ал достар, міне мынандай бір мысал қарастырайық. Бұл дегеніміз жаңағы айтқан ВКонтакте желісіндегі адамның, қандай да бір адамның мәліметі. Мысал үшін менің мәліметім дейік. Қараңыздар достар, мынауның бәрі бізді dictionary, яғни сөздік ретінде келіп тұр. Мынау дегеніміз мен айтқан кілт. Кілттің мені көрдіңіздер, мынау тұрса, уже мынандай қос нүкте тұрса, сразу автоматты түрде сол жағындағысы кілт болып табылады, оң жағындағысы мән болып табылады. Сол кілттің. Яғни name деген кілтіміз бар, соның мәні мынау болып тұр. Көрдіңіздер ғой? Мынаның бәрі мән болып тұр. Яғни мына кілттің мәні тағы бір сөздік болуы. Көрдіңіздер ме? Тағы бір сөздік. Бір кілттің ішінде тағы бір сөздік, ол кілттің ішінде тағы бір сөздік, яғни шексіз жаза беруге болады. Үтір қойылған болды. Мына бір элемент. Екінші элемент адрес деген тағы бір кілт бар. Оның мәні қараңыздар. Бұл қандай мән? Бұл тізім. Яғни тек қана dictionary ғана емес, тізімде, яғни листіде жазуға болады. Біздің алдыңғы сабақта өткен сияқты, мына листіде жазуға болады. Бұл жерде элементтер уже 0, 1, 2 деп кете береді, индекс. Бұл жерде кілт жоқ. Міне, үшінші кілтіміздің мәні ол, міне, көрдіңіздер ме? Бұл дегеніміз тағы да dictionary. Бұл біздің мәніміз. Давайте тағы да біреу қосып жүрейін. Яғни ойлап қалып жүрмеңіздер, тек қана dictionary жазу керек деп. Оған әшейін жай мәндерді жазуға болады. Мысалы, жынысын жазайық. Гендер, ағылшынша гендер деп аталады, жыныс. Міне қараңыздар. Яғни мен жынысым қандай? Мен жынысым еркек. Көрдіңіздер ме? Тек қана мына dictionary, яғни сөздіктің ішінде шексіз көп, ішіне тағы да dictionary қосуға болады, тағы да бір тізімдерді де қоса беруге болады, және де жай ғана сөздер қосуға болады, мысалы мәтіндер, және тағы да мынаны қосуға болады. Age, мысал үшін
бағана айтқанымыз age, яғни жасым, сандарды да қосуға болады, көрдіңіздер ма? Бәрібір бұл жерде любой нәрсе қосуға болады. Главное, несін түсінсеңіздер болды, логикасын. Наш сол жағында ол кілт, оң жағында всегда не болады? Мәні болады. Міне. Осын шығарсақ, мысалы бізге тек қана не шығару керек? Бәрін шығару керек болса, мысалы жай бірінші бәрін шығару керек болса, онда біз просто person деп атын қоя саламыз. Бізге жай шығара салады. Көрдіңіздер ме? Name деп кете береді. Ұзақ болып. Ал егер бізге тек қана бәрі емес, біз тек қана атымызды шығарғымыз келсе, аты жөнімізді, біз не істейміз? Сіздер білесіздер, ана тізімде біз 0 деп баса саламыз, бір қандай да бір элемент шығару үшін. Біз жерде 0 емес, біз жерде кілтпен, яғни name деп жазамыз. Name деп жазсақ, Python программасы келеді да, мына жерге келіп көреді. Person, бізге person dictionary керек, ол міне тұр. Және соның ішінде бізге name кілттегі мәндер керек дейді. Ол тұрады да names дейді. Name таптым дейді, міне name дейді. Оның мәні қандай? Мынау дейді. Көрдіңіздер ме? Бізге қазір не шығарады? Бізге тек мәнін шығарады, міне. Ал егер бізге именно осы name ішіндегі тек бір ақ зат қана керек болса, мысалы атымыз ғана керек болса, басқа ештеңе керек емес, тек ат керек десе, онда біз не істейміз? Онда біз тағы жақша ашамыз да, бұл жерде уже именно керек неміз жазамыз, міне, first name. Міне. Былай жазсақ, атым шығарады. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл не дегеніміз? Бұл бірінші бүйтіп қарайды. Name'ді қарайды. Окей, таптым дейді, мынау дейді. Біз тағы да көреді. Тағы жақша, тағы бірден керек дейді. Соны тұрады да first name дейді. First name ба? Жоқ, first name емес. First name ба? Я, first name дейді. Осын шығарады. Мән. Көрдіңіздер ме? Осылай біз мәндерді ала аламыз. Яғни бұл жерде мәнді біз кілт арқылы ғана ала аламыз. Болды. Бұл жерде тізім сияқты тағы да операциялар көп. Мысалы, person деп, мысалы біз мәнін өзгертейік. Мысалы, атымызды өзгертейік. Или бірінші атымызды өзгертейік, сосын жасымызды өзгертейік. Мысалы, атымызды өзгерткіміз келсе, бүйтіп қойық. Ал DR емес, мысалы, ермек болсын. Енді осын шығарсақ. Давайте, бүйтіп шығара салайық, әшейін. Міне. Атым ермек. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл жерде де тізімдегі сияқты кілт бойынша тауып элементті, соны өзгерте аламыз, керекті элементті. Вот. Age-ді де солай шығара аламыз. Мысалы, age десек, бізге бәрін шығарайық. Жоқ, былай. Age дейік, мынау керек емес. Міне. Өйткені ол келеді да, бірінші age керек болса, онан келеді, жоқ, мынаған келеді, жоқ. Age таптым дейді да, осыны өзгертеді. Біз age-ға мысалы 60 деп қойсақ, бізге бәрін шығарып көрсек, жоқ, age-ді көрсек салайық, міне. Көрдіңіздер ме? Шығарып тұр. Достар, жалпы dictionary деген осы dictionary'дің қарапайым түрі. Оның көп функциялары бар, жаңағы алдыңғы тізімдегі сияқты жаңағы функциялары. Соның бәрін интернеттен қарасаңыздар болады. Мен бір-екеуін көрсетіп жібере салайын. Мысалы, бізге бәрін жою керек болса, бүкіл элементті бізге clear деген қолданамыз. Міне. Хоп, ештеңе жоқ, көрдіңіздер ғой. Дәл солай біз не істей аламыз? Мына жерде жазылып тұр. Не істесек болады? Мысалы, бізге бүкіл кілттер табу керек, әшейін ғана. Бүкіл кілттер табу керек болса, не істейміз? Біз аламыз да бүйтіп шығара саламыз. Міне. Dict case. Мынаны алып тастайық, чтобы сізге түсінбей қалмас үшін. Dict case, name, адрес. Осы 5 кілт бар, міне. Мына кілттер ғой, 1, 2, 3, 4, 5. Кілттер табуға болады. Не істеу керек болады тағы да? Бізге жаңағы values деп шығарсақ болады. Мысалы, бүйтіп жазсақ, тек қана values'тар шығарады, яғни бізге кілттер шығармайды, тек values, мәндер шығарады. Достар, және біз dictionary-ға мән енгізе аламыз. Ол қалай? Ол былай, қараңыздар. Person. Екі түрі бар оны енгізетін. Бірінші, немесе сіз қандай да бір жаңа кілтті енгізесіз. Мына жердегі жоқ кілтті егер жазатын болсаңыз, мысалы, тест деген. Осыған мән берсеңіз, 15 деген. Ол Python'нан көреді и тексереді. Мына person ішінде осындай кілт бар ма дейді. Егер кілт жоқ болса, онда ол жаңа мән деп енгізеді. Онда ол кілт жоқ болғандықтан, мына жерге жаңадан бүйтіп тест деп қосады. Көрдіңіздер ме? Жаңадан қосады. Көрейік тексеріп. Қазір. Қараңыздар.
мына соңғы не біз тестті қостық, көрдіңіздер ме? Яғни Python біз егер қандай да бір элементті, қандай да бір мәнді қосқымыз келсе, мына дикшенариға біз осылай шақырсақ болады. Бірақ мына кілтіміз мына жерде болмау керек, яғни қайталанбау керек. Егер біз қайталанатын кілтті, мысалы уже бар ғой, міне көрдіңіздер ме, бар ғой. Енді осы қайталанатын кілтке біз мәнді енгізсек, онда ол бар кілтке просто мән өзгерте салады. Мысалы 16 деп қойық. Міне тестіміз 16 болып кетті. Яғни бұл бар, просто бұл уже өзгертеді мән. А мынау кілт болмаған соң жаңадан құрып жатыр. Ал достар, негізгі оның функциялар өте көп. Интернеттен қарап көрсеңіздер болады. Негізгі мәні осындай мағынасы. Ертең дикшенери не үшін керек деп сұраса, осындай үлкен мәліметтерді, мысалы, сақтау үшін, жаңағы мысалы көрсеттім ғой, ВКонтактедағы мәліметтерді адамның ақпаратын шығару үшін қолданады деп. Тура сондай көп жерде қолданады. Ал достар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер түсінбей жатқан заттарыңыз болса, мен комментарийға жазып сұраңыздар. Келешекте бірақ біз үлкен проекттер істейміз, сіздер түсінесіңдер деп ойлаймын. Сондықтан лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, достарыңызға жіберіңіздер бұл видеоларды. Ал жақсы, сау болыңыздар.